Ассалаумағалейкум. Жалпы намазда ой бұзыла береді деген сұрақтар өте көп болады. Негізінен қараңыздар, намазда ойдың бұзылуы бұл қалыпты дүние. Барлық адамның намазда ой бұзылады, бірақ қалай бұзылады? Пайғамбарымыз айтады тіпті, намазда сендердің намаздарыңды ұрлайтын жын бар дейді, ол ханзап дейді. Ханзап деген жын бар, ол сіз бен біздің намазымызды ұрлайды. Жалпы біз айтқанбыз, шайтан ол адам баласын тура жолдан тайдырады, тура жолға түскенін қаламайды, тозаққа түскенін қалайды. Сондықтан да барынша әрекет жасайды, адамның осы тұстарын іздейді. Ол 24 сағат бойы әрбір секундтар сайын сіз бен бізді аңдиды, күнә жасауымызға ойлар салады неше түрлі деген секілді. Намазда тұрдық, енді біз бір іс жасап жатқан кездерде ол жақсы амалды жасатқызғысы келмейді. Жасап жататын болса, сол амалдың сауабы жоқ болуын, аз болуын қалайды. Сондықтан намазда тұрған кезде міндетті түрде ол намазда неше түрлі ойлар келеді. Ол ойлардың барлығы жалпы шайтаннан. Енді намазда тұрған кезде сол ойлардан барынша қалай айығамыз? Әлбетте намаздағы сүренің, дұғаның мағыналарын біліп тұратын болсақ, сөздердің мағынасын біліп тұратын болсақ, ол керемет. Бірақ барлығымыз әлбетте араб тілін біле бермейміз, мағынасын қатты білмейміз, түсіне бермейміз. Бірақ дегенмен де мен сол намазда барынша ойды сақтауға септігін тигізетін бір амал айтқым келіп отыр. Ол бірінші амал мынандай нәрсе. Жалпы намаз біз бастаған кезде Аллаху әкбар деп намаз бастаймыз. Сәждеге барғанда, рукуға барғанда, сәждеден тұрғанда Аллаху әкбар деп тұрамыз. Енді осы Аллаху әкбар деген сөздің мағынасына үңілгім келіп отыр. Қараңыздар, Аллаху әкбар дегенде біз білеміз Алла ұлы деп қана қабылдай салғанбыз да. Қазақта мынандай бір есімдер бар. Асхат деген есім бар, Асхат деген есім бар, Сағид деген есім бар. Екеуі де негізі бір сөз. Бір түбірлері бір сөз. Сағид деген сөз, Сағид, ол бақытты дегенді білдіреді. Бақытты. Ал асхат деген сөз, асағат деген сөз, ол ең бақытты дегенді білдіреді. Сағир деген сөз бар, ол кішкентай. Асғар деген сөз бар, ол ең кішкентай деген сөз. Енді кәбир деген сөз бар, ол үлкен. Ал әкбар деген сөз бар, ол ең үлкен деген, сондай асырмалы шырай ғой жалпы әкбар деген. Сондықтан да біз енді Аллаху әкбар дегенде Аллах тағала ең үлкен, Аллах тағала ең ұлы деп біз не істейміз? Айтады екенбіз. Енді сол намазда тұрған кезде осы сөзге просто үңілсеңіз, ойлансаңыз, ойланыңыздаршы, просто ойланыңыз, болды. Аллаху әкбар деп намазға тұрдыңыз. Аллаху әкбар. Аллах барлығынан ұлы, барлығынан жоғары, барлығынан биік. Сіз бен бізге бір ойлар келеді намазда. Жұмыстағы шешілмей тұрған мәселелердің шешімдері келіп қалады. Сол кезде сіз Аллаху әкбар деп рукуға барған кезде еске алыңыз, Аллах тағала ұлы. Мен не ойлап кеттім? Менің істерімнен де Аллах тағала ұлы ғой. Менің проблемамды шешіп беретін Аллах тағала ғой. Көрдіңіз бе? Аллах тағала. Аллах тағала ғана қаласа шешіледі. Аллах тағала қаламаса шешілмейді ол проблемалар. Сондықтан да осы Аллаху әкбар деген сөздің мағынасын ұғынып алатын болсақ, барынша намазда ойды сақтауға иншалла септігін тигізеді. Сондай-ақ намазда тағы да бір ойды бұзылмауға септігін тигізетін амалдардың бірі, ол намазға тұрар алдын дайындық жасап алу. Ол дайындыққа мынандай бір ой ғой. Жалпы шайтан бізді ойымыз арқылы азғырады, ойымыз арқылы неше түрлі ойлар салады. Сондықтан да ой арқылы біз дайындалып алуымыз керек. Намазға тұрар алдында пайғамбарымыздың өсиеті бар. Намаздарыңды соңғы намазда тұрғандай оқыңдар дейді. Намаздың алдында өзіңізге бұл менің мүмкін соңғы намазым деген бір ойды әкеліп алыңызшы. Бұдан кейін намаз оқымайтын шығармын, дүниеде болмайтын шығармын деген ойда болатын болсаңыз, сондай ой арқылы, сондай бір сезімдер арқылы тұрып болатын болсаңыз, қабылдасаңыз, сол намазыңызды сіз соңғы намаздай оқуға тырысасыз. Сол соңғы намаздай оқуға тырысқан кезде сіз жаңағы дүниелік бір шешілмей жатқан проблемаларыңызды, отбасыңызды, басқасын не істейсіз? Есіңізден шығара тұрасыз да, автоматты түрде. Мидың өз жұмысы сондай да. Сондықтан да құрметті бауырлар, міне осы екі нәрсені орындасаңыздар, иншалла намазда ойды сақтауға үлкен септігін тигізеді иншалла. Аллах тағала баршамыздың намаздарымызды қабыл етсін.